Бұл видеода сіздер бақытты ананы және екі сүйкімді қыздарды көріп тұрсыздар. Шеннон Уотс есімді келіншек өзінің Facebook парақшасында жолдасымен бақытты екенін және қыздарын қатты жақсы көретінін оқырмандарымен бөлісіп отырады. Үшінші баласына жүкті екенін де жариялап үлгерген. Мүмкін ол ұзақ күткен ұл бала болар, мүмкін тағы бір тәтті қыз болар. Шеннонның өзі армандағандай зәулім үйі, бизнесі және бастысы бақытты жанұясы болды. Ол достармен жақсы қарым-қатынаста болатын. Ең жақын құрбысы Николь Эткинсон еді. Олар күнде жақын сөйлесіп, хабарласып тұратын. 13 тамыз шамамен түнгі сағат 2-де сапардан келген Шеннонды құрбысы Николь көлігімен үйіне жеткізді. Құрбысы Шеннонның аман-есен үйге кіргенін көрген еді. Таңғы сағат 8-де Николь құрбысына хабарласты. Шеннон телефонын көтермеген болды. Бірнеше рет хабарласқан Николь хабарлама да қалдырды. Ол да сәтсіз болды. Жауап жоқ. Шеннонның хабарсыз болуы құрбысын алаңдатты. Никольдің байқағаны Шеннон соңғы күндері өте көңілсіз, тамаққа тәбеті жоқ, суық болатын. Николь құрбысының үйіне келгенде үй тым-тырыс, ешкім жоқ еді. Күйеуі Кристофер Уотс та балаларымен. Құрбысы жедел көмекке бірден хабарласты. Шеннонның телефонын алмауы, хабарсыз қалуы құрбысын уайымдатқанын айтты. Тіпті Шеннон сағат 9-дағы дәрігердің қабылдауын өткізіп алған. Оның ауыр сырқаты бар еді. Ол бұл аурудың еміне жауапкершілікпен қарайтынын да ескертті. Кристофер Уотс өзінің жұбайы мен қыздарын 13 тамыз күні таңертең құрбысына жиналғанын көрген. Тергеу кезінде Николь мен күйеуі полицейлермен үйді қарау кезінде Шеннонның телефоны ас үйде үстел үстінде қалғанын байқаған. Кристофер әйелінің телефонын тастамайтындығын айтты, себебі оның жұмысы онлайн болатын. Тағы да айтарлықтай үйден ештеңе ұрланбаған. Тек қыздардың төсек көрпешелері ғана жоғалған. Үйдің іші таптаза. Көршілердің видео бақылауына Шеннонды құрбысының көлігінен түсіп үйге кіргені жазылып қалған. Таңғы 5-тер шамасында Кристофер гаражын жинастырған. Ол әрдайым ерте тұратын, сондықтан ешқандай күдік ұялатпады. Белгілі болғанда Шеннон жүктілігіне 5 ай болған еді. Өзінің жүкті екенін білгенде қатты қуанған. Кристофер да бұл жаңалыққа қуанышты еді. Әйелі мен қыздарының қайда екенін білмеген Кристофер оларды уайымдады. Бірақ ол өз-өзін біртүрлі ұстады. Көршілердің айтуы бойынша Кристофердің мінезі ондай емес еді. Ол өте сабырлы, байсалды жігіт болатын. Тағы бір қызығы жігіт гаражында тазалық жүргізгені. Көршісі Кристофердің гаражын жинастырған ешқашан көрмеген. Шеннон қыздармен аяқ асты жоқ болып кеткені сенгісіз болды. Шеннонның достары да жақындары да сұралды. Николь Шеннонды қонаққа шақырмағанын айтқан. Шеннон егер бара жатқан болса да жол апаты ма, жоқ басқа бір жағдай болған болар. Келесі күні полицейлер жақын маңдағы үйлердің тұрғындарынан да сұрастырған. Ешкім ештеңе байқаған емес. Тек бір қарт кісі 13 күні кешкі уақытта Уотстардың үйінің жанында пикап автокөлігін көргенін айтқан. Шеннонның құрбысы Никольдің айтуынша жоғалмастан бұрын шілде айының басында келіншек қыздармен солтүстік Каролинаға әке-шешесіне қонаққа барған. Кристофер 2 аптадан кейін шілде айының соңында Шеннонға бару керек болатын. Шеннон Никольмен уайымдарын бөлісіп отыратын. Некесінің бұзылуына шақ тұрғанын, Кристофердің оған суып кеткенін, хабарламаларына жауап бермейтінін айтқан. Оған күйеуінің басқа әйелі бар сияқты көрінетінін баяндаған. Николь бұл жайттарға мән бермеу керек. Шеннон бәрі жақсы деп құрбысын тыныштандырған. Мүмкін Кристофер жай ғана көңілсіз күйде шығар. Николь құрбысына жолдасының келуін күтті. Шеннон қыздарымен шілде айының ортасында Кристофердің әке-шешесінің үйіне қонаққа барды. Кристофердің ата-анасы келіндерін жақтыртпайтын. Ол оның үйлену тойына да бармаған болатын. Сандра мен Фрэнк ұлдарының таңдауына разы болмады. Шеннонның қырсық, өз дегенінен қайтпайтын әйел деп таныды. Келіндермен қарым-қатынастары дұрыс болмады. Бұл жағдай әжесі Селестаға балмұздақ бергеннен кейін қатты ушықты. Селестаның бұл тәттіге аллергиясы болды. Шеннон қатты ашуланды. Бұдан былай қыздарды бұл үйге әкелмейтінін кесіп айтты. Әрине әжесі білмегенін де айтты. Бірақ бұл ұрыс енесінің келінді есік артына қуып шығуымен тәмам болды. Шеннон бұл жағдайды Кристофермен бөлісті. Күйеуі әйелінің сөзін қолдап әке-шешесімен сөйлесетінін айтты. Шеннон өз ата-анасына қайтып оралды. Селестаның 3 жасын тойлады, бірақ Кристофердің әке-шешесі келмеді. Кристофер солтүстік Каролинаға келгенде Шеннонға мүлдем жақындамады. Махаббатын білдіртпеді, суық болды. Әлбетте Шеннонға бұл ұнамады, көңіл күйі түсті. Соңғы кездері ерлі-зайыптылар аға мен қарындас сияқты араласатын.
Келіншек болған жайттың барлығын құрбысымен бөлісіп отыратын. Кристоферді қатты жақсы көретінін, сол үшін уайымдайтын. Кристофер болса полицейлерге өзінің нұсқасын айтты. Жоғалардан алдын екеуінің арасында ұрыс болды. Аралары суып кетті. Жиі ұрысатын болды. Соңғы көрген күні 13 тамызда ажырасу туралы сөз қозғалған болатын. Кейін Кристофер жұмысқа кетті. Жігіт Шеннонның балаларды алып одан кетіп қалды деп тұжырымдады. Машина, құжат, телефон, барлық киімдері үйде қалған. Кристофер әйелінің қайтып оралатынына сенді. Ол әйелінің қыздарымен болуы мүмкін барлық жерлерді аралап шықты. Ол Шеннонның ата-анасына, құрбы жолдастарына хабарласты. Ол өзінің отбасын іздейтін адам секілді көрсетті. Бұның бәрі тек бос сөз болды. Оның көңіл күйі өзгермеді. Полицейлерге бірінші хабарласпады. Әдеттегідей жұмысына барды. Өзінің уайымшылдығын жақсы көрсетті. Бастығының өзі Кристофердің уайымын байқаған, бірақ осының барлығы шынайы болды ма? 15 тамыз күні Кристоферді полицейлер тергеу бөліміне шындық детекторынан өту үшін шақырды. Полицейлердің Шеннон мен қыздарының жоғалып кетуіне Кристофердің қатысы бар екеніне сенімді болды. Тергеушілер оның жасырған бір құпиясын білген еді. Оған басқа әйелмен кездескендігі немесе онымен жақын болғандығы туралы сұрақ қойылғанда оның жауабы жоқ болды. Дәл осы сәтте оның жалған сөйлегені белгілі болды. Николь Кессенджер Кристофер жұмыс жасайтын компанияның жаңа қызметкері. Ол жұмысқа 18 жылдың шілде айында орналасқан. Екеуінің арасында бірден махаббат басталды. Кристофер оған 2 қызы бар екенін және әйелімен ажырасу процесінде екенін айтты. Кристофер сұрақтардың барлығына сеніммен жауап беріп отырды. Оның жасыратын еш нәрсесі жоқ сияқты еді. Ең соңғы сұрақ қойғанда, шын мәнінде қандай жағдай болғанын білетін сұрақ қойылған кезде, Кристофер тағы жалған айтты. Сіз Шеннонның жоғалып кетуіне қатысыңыз бар ма? Жоқ. Сіз соңғы рет қашан көрдіңіз дегенде өтірік айттыңыз ба? Жоқ. Полиграфтың жауабын көрсеткеннен кейін де Кристофер өтірік айтып отыра берді. Мен полиграфта алдамадым, рас айттым. Крис, тоқтайтын уақыт жетті. Тоқтатыңыз да терең тыныс алыңыз. Жігіт үзіліс жасағысы келді, әкесімен кездескісі келді. 6 сағат бойы тергеуде отырғаннан кейін демалатынын айтты. Полиция қызметкерлері әкесімен жеке кездесуге рұқсат берді. Сонымен не болды? Мен полиграфтан өте алмадым. Себебі не? Себебі олар барлығын біледі. Менің басқа адамым бар екенін біледі. Мен мойындадым. Басқа ештеңе айтқым келмей ме? Біз сол күні таңда сөйлескен кезімізде өте көп эмоция болды. Мен ажырасу туралы айттым. Сен не болғанын білесің бе? Ол балаларды жаралады. Түсінбедім, не істеді? Я, жаралады. Сол себептен мен оны өлтіруіме тура келді. Не істедің сонда? Мен оны қинап өлтірдім. Кристофердің айтуы бойынша Шеннон балаларды тұншықтырып өлтірген. Оны көрген Кристофер қорыққан соң тура солай әйелін де қинап өлтірген. Ол өзін ұстай алмай ашуға булыққан. Кристофер сөзін бұл дүниемен аяқтаған жоқ. Бір сөзінде, олар енді жоқ, қайтып оралмайды. Қатты қорыққаннан не істерімді білмедім. Мен оларды тастағым келген жоқ, деп үнсіз жылады. Балаларды мұнай құбырына тастаған, ал Шеннонды сол маңдағы алыс емес жерде жерлеген. Қазір біз бір әйелдің денесін таптық. Сеніммен Шеннонның мәйіті деп айта аламыз. Бізде нақты тұжырымдар бар. Балалардың қайда екенін білеміз. Қазір оларды іздеу жұмыстары жүріп жатыр. Бұл ең қорқынышты қылмыс. Жоғалмастан 2 күн бұрын Шеннон күйеуіне ұлды болатынын айтқан. Ол өте қатты қуанған еді. Өте қорқыныштысы, Шеннон бұл қуанышты хабарды өзінің өлтірушісіне айтты. Ал бұдан қорқыныштысы шындықтың қандай болғанын білу. Ал шындық сіздерді таңғалдырады. Кристоферді қамауға алды. Ол әйелі мен 2 қызын өлтірді деген айып тағылды. Бірақ ол сонда да шындығын мойындамады. Сот үстінде өтірік айтуын жалғастырды. Кристоферге өлім жазасы тағайындалғанын білгеннен кейін бар шындықты айтудан басқа амалы қалмады. 2018 жылы 6 қараша күні бар шындық ашылды. Отбасын сақтап қалғысы келген Шеннон Кристофердің көңіл күйін табу үшін көп амалдар етті, хаттар жазды. Бірақ Кристофердің Николь есімді сүйіктісі болды. Ол онымен жаңа өмір бастағысы келді. Кристофер мен Никольдің 12 күні болған кездесуінде Кристофер отбасылық картадан үлкен төлем жасаған. Бұны білген Шеннон күйеуінен бұл ақшаны қайда жұмсағанын білгісі келген. Түнгі сағат 2-лердің шамасында Шеннон үйге келген кезде
Кристоферге әйелі барлығын білетін сияқты көрінді. Сол себепті ол өзінің басқа әйелмен байланысы бар екенін бірден мойындады. Шеннон бұны естісе де сенгісі келмеді. Кристоферді өзіне баурап алғысы келді. Екеуінің арасында сол түні жақындық болды. Таңертең Кристофер бәрі біткенін, бұлай жалғаспайтынын айтты. Бұны естіген Шеннон ашуға берілді де қыздарды енді көрмейсің деп қорқытты. Кристофер өз-өзін ұстай алмай Шеннонды тұншықтыруға кірісті. Қатты ашуланған күйеуі тоқтай алмады. Шеннон өлді. Сол сәтте бөлмеге үлкен қызы Белла кіріп келді. Ол анасына не болғанын сұрады. Өзінің көрпешесін әкеліп анасының жанына жатты. Бірнеше минут өткен соң Кристофер әйелінің өлі денесін матаға орап, пикап автокөлігіне салды. Белла мен Селестаны анасының қасына отырғызды. Оларды да көрпешемен орады. Анамда бәрі дұрыс па деген қыздардың сұрақтарына әкесі бәрі жақсы болады деп жауап берді. Жолда келе жатқанда қыздары ұйқыда болатын деп әкелер жылап баяндады. Көздеген жерге жеткен соң әкесі Селестаны кіші қызын далаға шығарып бетін матамен жапты. Белла Селестаға не болды деп сұрай бастады. Қыз көнбеді. Көзімді жұмған сайын әке жоқ деген дауыстарды естимін деді. Өлі денелерден құтылған Кристофер бірден қыздардың мектебіне хабарласып қыздардың келмейтінін айтқан. Одан кейін риэлторға хабарласып үйін сатылымға қойған. Және Никольға үлкен болашақ күтіп тұрғанын, бақытты болатындарын жазған. Ол бақытты болашаққа сенді. Бұл адамшылдыққа тең келмейтін өте қатыгездікпен болған қылмыс. Мен көптеген қылмыстармен жұмыс жасадым. Бұл ең сорақысы. Бұл қылмыс ешқандай жеңілдетуге сай келмейді. Өмірінің соңына дейін бас бостандығынан айырылсын деп сот шешім қабылдады. Бұл Колорадо қаласының тарихында ең шулы, ең аяусыз қылмыс болып есте қалды. Кейбір тұжырымдарға сүйенсек, Никольдің бұл қылмысқа қатысы бар. Кристофермен бірлесіп жасаған деген деректер бар. Себебі бұл сот шешімінен кейін Николь атын өзгертіп, Кристофермен байланысын үзіп, жер бетінен жоқ болғандай хабарсыз кеткен. Бірақ өкініштісі, Кристофер сүйіктісінен оған қарамастан хаттар күткен. Қылмыскердің жоспары қандай болса да, аяғы ауыр әйелі мен өз қыздарын аса қатыгездікпен өлтірген әкені ештеңе ақтамайды.